Салам, сіздермен бірге қалам, яғни қалам арнасы. Ал менің атым Нұрлан. Айтпақшы достар, келе жатқан жаңа жылдарымен мен осы мульт арқылы сіздерге жаңа жылдық көңіл-күй сыйлағым келіп тұр. Ол үшін бізге не керек? Әрине бұл шырша және жайлы үй мен камин. Жоқ, тоқтаңдаршы, бірден жетіспей тұрған сияқты. Әрине, жаңа жылдық өлең. Міне енді шынымен де жайлы сияқты. Енді достар, мен сіздерге өзімнің жалпы жаңа жылды қалай өткізетінді айтқым келіп отыр. Жалпы мен жаңа жыл мерекесін ұнатамын. Әсіресе кішкентай кезімде қатты ұнаттым. Өйткені ол кезде жаңа жылдық атмосфера ерекше болды. Мысалы, ол кезде менің есімде бар, қар кәдімгідей үлкен болып жабатын болды. Біз әрине күні бойы далада ойнап, аққала жасайтын болдық. Айтпақшы, ол кездерде интернет дегенді ешкім білмейді. Барлық қызықты мультфильмдер, фильмдер барлығы теледидардан көретін болдық. Жаңа жылға жақындағанда теледидардан өте керемет неше түрлі қызықты мультфильмдер, фильмдер көрсететін болды. Әрине барлық фильмдер мен мультфильмдер жаңа жылға қатысы болды. Ал кешке қарай хлопушка ататын болдық балдармен. Лайк егерде есінде болса. Шынымен де қызық сәттер ғой. Ал кешке қарай отбасымен жиналып өте керемет стол жасап, шыршаны безендіріп, теледидардан «Один дома» фильмін қарап, өте керемет қылып, жаңа жылды өткізетін болдық. Сонда әрине салют ататын болдық. В общем, жаңа жылды керемет, көңілді етіп өткізетін болдық. Маған сол себепті жаңа жыл әрқашан жақсы көңіл күймен байланысты болды. Бірақ уақыт өте жаңа жыл жылдан сайын керемет болуын қойды. Өйткені жыл сайын өскен сайын әрбір күнді сыйлай бастайсың. Және жаңа жыл дейтін бұл жалпы басқа күндерден ешқандай айырмашылығы жоқ. Сонымен қатар жаңа жыл өскен сайын қатты қызық емес болып кетеді. Шынына керек, мен жаңа жылда тек осы заттар үшін қуанамын. Біріншісі бұл демалыс, екіншісі бұл керемет тағамдар, үшіншісі және бұл достарымен, отбасымен керемет отырыс үшін. Жалпы осы айтқанымда жаңа жылдық көңіл күй сыйлауға көмегін тигізетін шығар деген ойдамын. Ал осымен аяқтаймын бұл мультті. Егер саған осындай мультиктер ұнаса, неге арнаға тіркелмеске? Бұл арнада енді осындай мультиктер жиі шығып тұрады. Сол үшін тіркел, лайк бас және сау бол. Жаңа жыл, жаңа арна.